Так, бізде рендеріміз бітті. 8К мен жасаған болатынбыз. Общий 22 минут жасады. Қазір мен енді программаны жабамын. TP программасы енді ары қарай бізге керек емес. 3D Max-та жаба саламыз. Міне жаңадан шыққан рендеріміз осылай болып шықты. Мен качествосына былайынан көңілім толып тұр. Әрине, корона секілді программаларға былай жетпейді, бірақ дегенмен де өзінің уровеньдегі программалармен жақсы конкуренцияға түсе алады деп ойлаймын. Және де достойный. Мына жердегі мысалы нелер ұнап тұр. Мынау көлеңкелер әдемі болып түскен. Мына жерлерге мысалы. И аспанымызды қазір тоже дұрыстап жібереміз. Оның қасына мысалы жаңа таңдаған мен карталарым түскен. Осындай карталар. Бұларды қазір постпродакшнда қолданамыз. Мысалы осы карта арқылы аспанды таңдап алуға болады. Тек қана аспанды. Бұл бізге өте ыңғайлы деп ойлаймын. Мына жақтан тоже мысалы мына картада бізге пайдалы. Мысалға тек қана асфальт таңдайтын болсақ, мен көк свет таңдай салам. Менде уже қиыншылық болмайды. Себебі мына жақтан таңдау ол қиынырақ. Қазір мен аны Photoshop программасы арқылы ашам. Бұл жерде қазір жай ғана цветокоррекция жасап, сонымен немесе тамамдайтын боламыз. Мен қазір бір тағы да осы слойдың дупликатын жасап аламын. И осы дупликат слоймен жұмыс жасай беремін, копиясымен. Жаңағы карталарымызды Photoshopқа қойып аламыз. 1, 2, 3. Мына екеуін өшіріп қоя саламыз. Бізде қазір мына reflection деген карта бар. Осындай. Бұл бізде мынау отраженияларды көрсетіп тұр. Қарап байқасаңыздар, тек қана отражениялар көрсетіп тұр. Бұл карта арқылы дополнительно отраженияны улучшать етіп алуға болады. Мына жерде обычный деп тұр. Осы жерден, мысалы нені таңдаймыз? Экран деген бар. Замена светлым экран таңдаймыз. Мысалы байқасаңыздар, отражениясы более правильно тағы да түсіп жатыр да. Мысалы мына жерлері көрдіңіздер ме? Мынау слой қосылып тұр. Мынау өшіп тұрған кезінде картасыз, мынау картамен. Мысалы машинаны қараңыздар. Машинаны қазір картасыз, мынау картамен. Уже отражениясы әдемірек болып жатыр. Бірақ енді қазір бізде бұл карта 100%-ке қосылып тұр. Мен бұны аламда, примерно 30%-ке қосып қоя салам. Болды. Егер де тағы да кейбір жерлерін өшіріп тастаймын десеңіздер, мынау нені қоссаңыздар болады. Масканы қолданасыздар, свой масканы. Мына жақтан кисть таңдайсыздар. Размерін барлығын қойып аласыздар. И осы кистьпен жұмыс жасай берсеңіздер болады. Мысалға, көрдіңіздер ме? Мына жерлерін өшіріп тастауға болады. Мынау бетіндегі слойды осылайынан өшіріп тастауға болады. Керек емес жерлерден. Мен қазір енді олай түртпеймін ештеңеге. Маған жалпы былай ұнап тұр барлығы. Осы күйінде қалай береді. Елу процентке де қоссақ болады. Бірақ 35%-пен қалдыра салайық. Сонымен болды. Маған қазір асфальт таңдап алу керек. Асфальтты таңдаған кезде, бір затты выделение жасаған кезде, Photoshop'та осы кнопка арқылы жасасаңыздар болады, немесе мына жақта выделение деген бар. Цветовой диапазон дейміз да. Өзімізге керек түсті таңдаймыз. Мысалы осы түс. И осы жерде мына мен былай отырып, именно осы түс қана қалатындай таңдап аламыз. Мысалы ақ болып тұрған заттар.
выделяться етеді қазір. Таңдаймыз. Мысалы, мынаны өшіре саламыз да, мынау слойға қайтадан барамыз. Енді осы слоймен жұмыс жасауымыз болады. Бұл слоймен жұмыс жасау үшін, бұны сәл ағарту үшін, мен мына жақтан уровни дегенді алып көремін. Сосын мынау кнопканы басам. Бұл кнопка тек қана мынау жасап жатқан, қазір жасайтын яркостьін көбейтемін, контрастын секілді заттарымыз. Мынау басқа слойларға, басқа мысалы, reflection сияқты басқа заттарға кеп қалмайды, тек қана осы астындағы слоймен ғана жұмыс жасайтын болады. Мысалы, көрдіңіздер ме, тек қана осы ғана жүзіп отырады. Сондай кнопка. Бізде осылай болып тұрды. Мен бірақ сәл кішкене бұны ағартуға шешіп отырмын. Асфальтты. Темный жерлерін сәл темный қылып тұрамыз да. Мен қазір бір нәрсе байқап отырмын. Мына жерде сәл қате кетіп қалған секілді. Ол өзімдікі екен. Мына жерде мен рендердан қате жіберіп қойыппын. Мынау стенаға кір қойып едім ғой. Осы дүниелер тоже шөптердің үстіне шығып кетіпті. Бұл менің өзімнің изначально қатем екен. Сіздер келесіде абай болыңыздар. Міне мысалы мұны кішкене ағартып қойдым, более серый қылдырып. Маған осы вариант болды, ұнап тұр. Екеуін алып, объединить слои дей салам, что бір нелі тұра береді. Енді цветокоррекция жасау үшін Ctrl-Shift-A деген үш кнопканы бассаңыздар. Ой, не шығып кетті ғой. Ctrl-Shift-A десеңіздер. Так, менде мына жақта басқа бір кнопка шығып жатыр. Бір запись экраннан дүниесі шығып жатыр ол немен. Сіздерде жұмыс жасау керек, негізі ол Ctrl-Shift-A деген. Қазір оның несі қайда екен, мына жақта бар ма? Міне осылайын ашамыз. Қазір мен қайтадан көрсетейін. Егер де олай быстрый клавишамен, горячий клавишамен ашылмаса, сіздерде төбеде фильтр деген бар. Осы жерде фильтр камера raw деген бар. Міне Shift Ctrl-A. Осы үш кнопканы бассаңыздар, негізі ашылу керек. Менде қазір басқа бір программаның заты ашылып кетіп жатыр, содан кейін осыны осы жақтан ашам. Осылайынан ашып аласыздар. И осы жақта, мысалы, сіздерде цветокоррекция керек бүкіл инструменттер бар. Мысалы, свет бойынша жұмыс, экспозиция, барлығын осы жерден жөндей аласыздар. Свет, эффекты, кривая, барлығы бар. Және де мына жерде дополнительный сондай жаңа фильтр сияқты дүниелері бар. Мысалға, времена года осень дейді. Осылардың үшін таңдасақ, мысалы, қараңыздар, кішкене неге келетіндей фильтрлар бар да. Күздің погодасына келетіндей қылдырып. Осылардың біреусін таңдап, оны жүндеп отырып істеуге болады. Лето деген бар, мысалға. Кез келген таңдап, өздеріңіздің уже окончательный суреттеріңізді жасап шыға аласыздар. Так, мысалға мынау бізде маған жаңа осенде біреу ұсынып қалды. Осы вариант ұнап тұр негізі. Біріншісі он екі диаграмма, бірақ мен біріншісін таңдаймын. Нөлге апарсаңыздар, 0 бойынша қояды. Мен кішкене былайынан 50-ге апарайын, 50%-ке. 50%-ке алып барам. И дальше осымен жұмыс жасаймын.
Такс. Осылай. Цвет бойынша көп көшіріп түртпеймін, себебі онсыз да теплый болып тұр, оттенок одан сайын теплый қылып керек емес секілді. Насыщенность сәл түсіріп қоямын, себебі қатты насыщенность болса да, насыщенный болса да, ол жетеді. Виньетка қоссаңыздар болады. Виньетка деген мынандай төрт бұрышынан осындай қара не болады. Бірақ енді бұны да қатты қосудың керегі жоқ. Виньетканың өзінің астында осындай тоже инструменттер бар. Сол арқылы өзіңізге керек. Криваяны қолдансаңыздар болады. Кривая деген осылай. Старайтесь қатты контрастный қылдырмай. Негізі жай жасасаңыздар болады, егер де определенный бір задача болмаса сіздерде. Старайтесь кішкене нейтральный қылдырып жасауға. Себебі кейде қатты болып кетеді барлығы. Такс. Мына жерде вот смещение цветов деген бар. Цветов. Осы бойынша мысалы, мынау жаңағы фильтрдің настройкалары. Мысалы, әр түсті өзінің оттенкін өзгертуге болады. Мысалы, жасыл түсті көрдіңіздер ме? Осылай жасыл қылдыруға болады, сап-сары қылдыруға болады. Сол секілді қолдана берсеңіздер болады. Яркостьті көбейтуге болады. Мысалы, аспанды секілді, аспан бізде көк свет. Аспанды осылай қараңғы, жарық қылдырып өздеріңіздер. Насыщенность бар. Мен қазір қатты бір өзгеріс жасамаймын. Егер рендерларыңыз шумный болса, осы екі инструментті қолданып, қанандай пиксельдерді, кішкене шумдарды алып тастауға болады. Жалпы осы, және де мынаяқта бір тағы инструменттер бар. Так. Яғни осы жерде маска қолданып, әр бөлшекті отдельно жасасаңыздар болады. Мысалға, қазір көрсетіп өтейін, предмет дейді. Мысалына домды таңдап беріп тұр. Маған домды мысалы отдельно жасауға болады. Мысалы қарасаңдар, домды отдельно осылайынан. Дом мен машина бірге таңдалып тұр. Сосын тағы басқа аспанды өзгертіп болса, новая маска деймін да, выделить небо деген бар. Маған аспанды таңдап береді өзі. Аспанды сосын тағы да былайынан жасауға болады. Осылайынан. Және тағы да бір жақсы инструмент, кейс деген таңдайсыздар да. Мысалға, өздеріңізге керек аумақты, мысалы, сіздер мына передний планды қараңғы қылдырғыларыңыз келді делік. Мысалы, мына жерін былай осылай бояп таңдап аласыздар. Передний планда. И сосын осы передний планды былай уже жасай берсеңіздер болады. Қараңыздар. Именно передний пландарыңыз уже темный болады, жарық деген сияқты. Өздеріңізге керек настройканы қоя аласыздар. Линейный градиент бар. Ол дегеніміз былай градиент жасайсыздар осылайынан. Мысалы, осылай градиент жасап, и осы жерді тоже былайынан өзгертсеңіздер болады. Мысалы, мына жағынан көрдіңіздер ме, кішкене жарық түсіріп, былай күн түсіп тұрғандай эффект қоюға болады. Температурасын былайынан кішкене көтеріп қоюға болады. Холодный қылдырып, теплый қылдырып, өздеріңізге қалай ыңғайлы соны қоя бересіздер.
Кривая арқылы жасауға болады. Ой. Жалпы осындай мүмкіншіліктер бар Photoshop'тың. Міне мынау до цветокоррекции, мынау после деген секілді ғой. Мен қазір байқап отырмын, бізде сарғыш түс қатты басым болып кеткен сияқты. Қатты сары болып кеткен сияқты. Соны кішкене жөндеу керек. Маған үйдің түсін ұнап тұрған жоқ. Сәл үйдің түсін өзгерту керек секілді. Енді болды менің ойымша. И болғаннан кейін окей деп басасыздар. Осы жаққа шығады. Мысалға, қазір осы өзгерткен заттарымызды мен бір неге сақтап қоямын, группаға. Енді қазір мысалы изначальный рендерден шыққан суретпен постапродуктпен салыстырып қараймыз. Мынау өзі осы бізге программаның D5-тің шығарып берген суреті. Біз үстінен кішкене ғана, мысалы қазіргі 5 минутта кішкене цветокоррекция жасадық, сонымен өзімізге керек оттенктер таңдадық, отдельный детальдарды жөндеуге болатынын көрдік. Слайдынан эффект аламыз. Маған қазіргі изначальный вариантын ұнап тұр. Енді керек десеңіздер, бұл жаққа адам қосуға болады. Басқа да детальдар қосуға болады негізі. Менде қазір адам нелері бар екен, готовы келетін. Такс. Адамды қойса қалай болады екен? Адам қойып қоюға болады. Мен бағана айттым ғой, правило третий деген. Мына жерде бір линия, мына жерден бір линия болса, егерде бір линия, мысалы мына жерден, и мына жақтан бір линия болса, тура осы отрезкқа адам қойған бізге дұрыс болады композициямыз бойынша. Мынау адамымыз бірақ бізге дұрыс келмей тұр негізі перспектива бойынша. Мен негізі адам қою планында болмаған. Бірақ енді жалпы сіздерге қойып көрсетейін примерно. Осылай қойып жасай берсеңіздер болады. Мынау адамның да цветокоррекциясы келтіріп жүру керек. Және жерге көлеңкесін түсірсек болған. Адамдар мына жерге де қоюға болады. Адамдарды подбирать етіп отырып қойсаңыздар болады. Сонымен осындай жақсы картинка шығады. Қазір мен мынаны өшіре салайын, маған керек емес бұл. Мен бұны файлымды сохранить етіп аламын. Осы жерге.